Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әр адамның өмірі бір романға жүк болады ғой. Мен қазір 20-ның жетеуіне келдім. 2 балам бар, шүкір. Бәрін басынан бастап айтып берейін. 16 жасымда Шымкентке колледжге оқуға түстім. Өзім Созақтың қызымын. Колледждің ректоры туысқан ағам болғасын, маған ешбір жігіт жоламайтын. Тек 3-ші курс оқып жүргенімде бір жігіт сөз салды. Өзім бойым қысқа болғасын, бойы ұзын жігіттерді ұнаттым. Нұрланның бойы ұзын, нағыз ер мінезді болатын. Тек жағдайлары онша емес еді. Оған мән бермедім. Болашағымыздың алда екенін сезетінмін. Сөйтіп, 1 жыл жүргесін анамның алдынан өту үшін жігітіммен таныстырдым. Анам жігіттің жағдайын білгесін үзілді-кесілді қарсы болды. Нұрлан екеуміз сезіміміздің шынайы екеніне көздері жеткесін түбі бір батасын береді деп сендік. Алайда бәрі басқаша өрбіді. Бір күні сабақтан шығып, колледж алдында Нұрланды күтіп тұрғам. Бір жігіт, қарындас, көмегіңіз керек болып тұр, анда құрбыңыз құлап жатыр дегесін, сілтеген жағына жан ұшыра жүгіріп барсам, ешкім жоқ. Теріс қарасам, жаңағы жігіт келе жатыр. Кенет жанымда тұрған көліктен 2 жігіт шығып, қинап көлікке отырғызды. Жан даусымен айғайласам да, ешкім көмекке келмеді. Алып қашып бара жатқанын түсіндім. Нұрлан болар деп үміттеніп, көлікте қатты бұлқанбадым. 2 қабатты зәулім үйге түсірді. Сонда ғана Нұрлан алып қашпағанын түсіндім. Бірақ бәрі кеш еді. Орамал жапты. Босағадан аттадым. Бәрі көрген түстей өтіп кетті. Бірақ Нұрланға емес, өзімнен 28 жас үлкен Сайлаубекке жар болдым. Беташардан соң Астанаға кеттік. Шымкентке мені алу үшін келіпті. Беташарым өткен үй қайнатамның інісінің үйі екен. Астанадағы өз үйлері хан сарайында екен. 2 ай Сайлаубекпен тіл қатысқам жоқ. Үй шаруасында істемедім. Жатын бөлмеде жылап қана жата беретінмін. Ең сорақысы, мені алып қашуға Сайлаубектің анасын менің анам өзі күттеген екен. Жағдайы жақсы жерге барып, жыламай жүреді деген болу керек. Бірақ жылаудың көз ашпадым. Сайлаубекті студент кезінде группаластары ойнап тұрып, 4-ші қабат балконнан итеріп жібергенде құлап түскен екен. Содан аздап мүгедектігі бар. Жағдайлары жақсы болғасын, адам қатарына қосқан ғой. 28 жас үлкендігімен қоймай, сол қолы дұрыс жұмыс істемейтін, кейде түнде аяқ асты шошып оянып, судырығы беретін. Осының бәрін көргесін онымен бірге жатудан қатты қорқатын болдым. Анама хабарласып, бәріне сол кінәлі екенін, ендігі өзімді өлтіруден өзге амалым жоқ екенін айтып жыладым. Анам 2 күннен кейін үйге келіп мені алып кетті. Сайлаубекпен небәрі 5 ай тұрдым. Заңды некеге тұрып үлгермегенбіз. Анама деген өкпем қара қазанда еді. Ауылда 1-2 апта жатып, Шымкентке кетіп қалдым. Қыздармен пәтер жалдап бір мейрамханада даяшы болып істей бастадым. Өз күнімді көру үшін. Бастықтың туысқандары біздің мейрамханаға той жасауға құмар еді. Сонда бастығым Әзиз әйелімен бірге тойға қатысатын. Оның әйелін құрметтегені, алдына ас салып беріп отыратын аса мәдениеттілігі қатты ұнайтын. Күйеуім осындай болса ғой деп армандайтынмын. Бірақ тағдыр дәл Әзиздей жар етеді деп ойламаппын. Кезекті тойдан кейін басым айналып үстелде көп отырып қалдым. Сонда Әзиз жаныма келіп жағдайымды сұрады. Содан әңгіме айтып отырып қалыппыз. Өзі қанша жерден бастық болғанмен іш тартып тұратын кішіпейіл жан екен. Басымнан өткен жағдайларды түгел айтып бердім. Сол әңгімелесуден кейін Әзиз әр кезде жағдайымды сұрап өтетін болды. Менің жасым 21-де болатын, ал ол 44-те. Шашына біраз ақ кірген демесең, дене сымбатын сақтайтыны көрініп тұратын. Кейін қалай сезімім ашылып, ол не айтса да
қалай құлдық деп кеткенімді білмеймін. Қазір сол Әзиздің жасырын екінші әйелімін. Жұрттан жасырынып кездесеміз демесек, оның екінші отбасы болып отырмын. Оған тиемін дегенде анам қарсы болмады. О баста тағдырыма араласып көріп, артық қыламын деп тыртық қылғасын тек бақыт тіледі. Оны әлі де кешіре алмай жүргенімде 2 жыл бұрын анам өмірден өтіп кетті. Әзиз екеуміздің бір ұл бір қызымыз бар. Ұлым биыл мектептен табалдырығын аттады. Қызым 4 айлық. Қаладан өз атыма 3 бөлмелі пәтер алып берді. Ай сайынға шығынымды өзі көтереді. Бірақ өзі үйге араға апта салып, ай салып қана келеді. Әйел бала-шағасын да қанттай қып ұстап отыр. Әйелі менің бар екенімді біледі, бірақ келіп бетімнен жұлып көрген емес. Осының бәрі Әзиздің ер мінезділігінің арқасы шығар. Ендігі ұл-қызымның амандығын берсін. Күйеуден көрмеген қызымды балаларым көрсетеді деп үміттенемін. Құдайдан тілеймін. Тек қандай жағдай болса да олардың таңдауына құрметпен қарайтын боламын.